Сәлем достар, алдымен каналға тіркеліп, лайк басып және де қоңыраушаны басып достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен ең оңай әрі дәмді болатын кабачкидан оладьи жасап үйренетін боламыз. Бізге ең алдымен жарты килограмм кабачки керек. Оны екі жағын кесіп, жуып тазалағаннан кейін осылай күштен өткізіп аламыз. Осылай өткеннен кейін үстіне бір ас қасық тұз салып, жақсылап араластырып, суы шыққанға дейін жақсылап араластырып, бір 15 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін суы осылай тартып шыға бастаған кезде осылай жеке сүзіп аламыз. Сол кезде араластырып тұру арқылы барлық суы шыққанға дейін, тіпті қолмен араластырсаңыздар да болады. Одан кейін үстіне сарымсақты осындай кішкентай күштен өткізіп аламыз. Қалауларыңызша ас көк жұмыртқа барлығын араластырып және оның үстіне ұн саламыз. Барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Алдын ала май құйып табаға, ысытылған майға жаңағы оладьиді осындай үлкен қасықтың көлемімен бір қасықтан салып пісіреміз. Көп пісірудің қажеті жоқ, тек қана қызарғанша дейін 1-2 минут қана ұстаймыз. Қыздар, видеодан көріп тұрғандарыңыздай өте тез піседі. Әсіресе асыққан кезде, үйге қонақ келген кезде міндетті түрде қысқа бір уақытта жасалатын өте дәмді астардың бірі болып табылады. Сол үшін жасап көріңіздер, менің каналыма тіркеліңіздер және де өздеріңіздің пікірлеріңізбен міндетті түрде бөлісіңіздер. Артық майларын сіңіріп алу үшін майлыққа қойған дұрыс болады. Мінекей қыздар, біздің оладьиіміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Жанына өздеріңіз қалаған кез келген соусты қосып қойсаңыздар болады. Тіпті болмаса да бұл өте дәмді болатынын оладьилардың бірі болады. Егер сіз бұрын сонды жасап көрмесеңіз, міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен сіздерге осы рецептімді арнайы ұсынамын. Каналыма тіркеліп, осы видеомен басқа достарыңызбен бөлісулеріңізді сұраймын. Өйткені қазақша каналдың дамуына сіздер де үлес қоса аласыздар.